Армысыздар, құрметті қазақ елі, Ермек Албан алашаландар қозғалысынан мына үндеуімді бүткіл Қазақстанның көлік жүргізетін бауырлардың бәріне арнаймын. Құрметті бауырлар, айтады ғой қазақта, жыламаған балаға емше жоқ дейді. Сол үшін өзіміздің көлік жүргізетін бауырлардың мәселесін өзіміз бәріміз бірігіп шешпесек, бірігіп өкімет басынан талап етпесек, ешкім бізге көмектеспейді. Барған сайын қиындай береді. Сол үшін мәселе өте көп, бірігіп шешетін. Оның біріншісі ол сергек. Сергек бізде осында мәліметтер бойынша 5000-дай сергек іліну керек дейді. Сергекті өздеріңіз білесіздер, сергек шыққалы бері штрафтар өте көп. Кішкентай бір сызықтан өтіп кеткен сайын бізде көптеген штрафтар үйге келіп жатады. Алматыны алсақ, Алматыда көптеген 70-80% авто жүргізушілер, олардың көбі сол машинелерін кредитке алып, адам тасымалдап, сол отбасын бағып, кредит төлеп, сонымен өмір сүріп жатыр. Ал енді біздің Алматы қаласын алсақ, түгелдей барлық сызық, өзі кішкентай тар ғана көшелердің бәрін екі полоса автокөлік жүргізушілер болса, бір полосаны түгелдей автобусқа беріп қойған. Одан тағы айтсақ, Жарокова көшесінің басқа көшелерде бірдей бір полосаны велосипед жүргізетін жүргізушілерге беріп қойған. Олардан күніне бір 20 велосипед өтетін жер көп болса. Ал енді әрқайсысы автокөлік жүргізушілер мыңдаған, миллиондаған салық төлеп отырмыз. Сонда біздің жағдайымыз жасамай, басқа өздерінің ойларына келгендерін істейді, ашығын айтсақ. Бізбен ақылдаспайды, бізбен санаспайды. Сол сергектің мәселесі көтеретін болсақ, сергектің ақшалары, миллиондаған, миллиардтаған ақшалар қайда кетіп жатыр? Соны білгіміз келеді. Көптеген штрафтар. Бізде білесіздер, енді таңертең кешкісін автокөліктер көп болғандықтан пробка басталады Алматыда. Ол енді көптеген сағат бойы сол пробкаларда тұрамыз. Ол енді қалтамыздан кетіп жатқан бензинге көптеген ақшамыз кетеді, уақытымыз кетеді. Сол кезде мына автобусный полосада орындар бос тұрады, ол жақпен жүруге рұқсат жоқ. Шығып кетсек штраф жасайды. Жаңағы көптеген авто жүргізушілер адам алу үшін сызықтан басып өтеді. Оны тапқаны онына 5-10 мың теңге тауып келеді, артынан сол 5-10 мың теңге штрафы да келеді артынан. Ол штрафты төлемесең, судебниктер арест қойып, барлық счетыңа да бұғаттап арест қойып тастайды. Одан кейін мәселе, мына күндіз жүреміз Алматыда, мына қалалардың ішінде жүреміз күндіз. Біз фарды жағып жүреміз. Ол неге керек, не үшін керек сол күндіз фарды жағып жүруге Алматының ішінде, қалалардың ішінде? Қаланың сыртына шықсақ бір жөн. Ол біріншіден біздің қалтамыздан ұрады, ол постоянно лампочка ауыстырамыз. Сосын ол лампочканы жанып тұрған ол бензинде жейді. Осында фар жаққалы бері заправкілерде бензиннің жаңағы өтуі көбейді деп бір статистика айтып отыр. Сол сияқты біздің жолдардың көбі шұрық тесік. Енді Алматының ішінде жүріп дөңгелекті шишка жасаймыз. Дөңгелектер онда енді қазір арзан емес. Оларды ауыстырып отырамыз, өзіміздің қалтамыздан ұрынып отырмыз. Сол сияқты мына обязательно страхование дейміз ғой. Бәрімізді міндеттеп тастады жаңа страховка жасау үшін. Сол сияқты мәселелер өте көп. Ол ең үлкен мәселенің бірі мына бензин, қымбат бензин. Бензин постоянно қымбаттайды. Мұнай шикізат өзімізде шығады.
Соның өзінде де бензин бізде өте қымбат. Бензин қымбаттаған сайын бүткіл продукты да оң артынан қымбаттай бастайды. Соның бәрін құрметті бауырларым, автокөлік жүргізушілері, осы мәселенің бәріміз бірігіп шешпесек, ешкім бізге шешіп бермейді. Сосын мына утиль сбор дейміз, өте қымбат, басқа мемлекеттерге қарағанда өте қымбат. Алматыда баяғыда шетелден келген өте автокөліктер өте көп болатын, жеке кәсіпкерлер алып келетін, әрқайсысы әйтеуір ақшасын тауып бала шағасын бағып отыратын. Ал енді қазір олардың бәрін үлкен мәжбүрлеп көтеріп тастағаннан кейін мына үлкен автосалондардан жаңа машина алады. Оның көбі сапасы төмен машиналар. Сөйтіп көптеген нәрселердің бәрін бізбен ақылдаспайды да, білгендерін істейді билік басында ағаларымыз. Сол үшін бәріңізді автокөлік жүргізетін бауырларымыздың бәрін бірігіп, өзіміздің құқығымызды қорғауға, осы мәселелердің бәрін шешуге бәріңізді бірге шақырамын. Бірігейік бауырлар, мәселе өте көп, сол мәселенің бәрін бірігіп шешейік. Рахмет.